күн, қалайсыздар? Қазір мен сіздерге есептеуді үйретемін. Кеше көбіңіз түсінбеген екенсіздер. Мысалға Айнұр ханымды алатын болсам, жасы 43-те, салмағы 76 килограмм. Сіздерге кешегі берген кесте бойынша көремін. Жасы 43-те, 40 пен 59 жас аралығынан қараймын да, салмағы 76, яғни 75 килограммды аламын. Сонда мысалы, ол Айнұр ханымға 1510 килокалория. Енді келесі физикалық белсенділігі. Айнұр ханым үйде отырған ана болғандықтан мен ол кісіге 1/6 коэффициентті аламын. Сонда 1510-ды көбейтемін 1/6-ға. Сонда 2416 килокалория шығады. 2416 килокалория бұл Айнұр ханым үшін күнде тәуліктік норма, яғни тәуліктік қажеттілік. Сіз өз салмағыңызды ұстау үшін 2416 килокалория жеу керексіз. Ал енді арықтау үшін 2416 килокалориядан аламыз, сіз үшін 300 килокалорияны аламын. Сонда бұл жерде сіз үшін керегі 2116 килокалория, яғни сізге арықтау үшін 2116 килокалория қажет болады. Енді келесіде белокты есептейміз. 2116 килокалорияны, белокты мен кеше айттым сіздерге, арықтау үшін күніне 15-20% белок керек, яғни тәуліктік килокалориядан. Сол үшін оны көбейтемін 0,15-ке. Мен сізден 15% алып отырмын. Сонда 2116-ны 0,15-ке көбейтсем 317,4 килокалория шығады. Яғни сізге арықтау үшін күніне 317 килокалория белок жеу керек. Оны қалай граммға айналдырамыз? 1 граммда 4 килокалория белок бар. Яғни 317-де 4-ті бөлемін 4-ке. Сонда 79-да 35 грамм белок шығады. Сізге керегі күніне 79-да 35 грамм белок қажет. Енді келесі май. Май 1 граммда 9 килокалория май бар. Күнделікті норма майы 30% алады. Яғни 2116-ны көбейтемін 0,3-ке. Сонда бізде шығады 0,3, 634-де 8 килокалория шығады. Оны граммға айналдырамыз. 634-де 8-ді бөлемін 9-ға. Сонда бізде 70-де 5 грамм шығады. Яғни сізге 70-де 5 грамм май жеу керек болады. Енді көмірсу. Көмірсу 1 граммда 4 килокалория көмірсу бар. Ал арықтау үшін күнделікті бізге қажетті көмірсу мөлшері 40-50% құрайды. Мен бұл жерде, мысалға, мына жерде 15% белокты алдық, одан кейін 30% болды. Екеуі 45% болады. Енді мен сізге көмірсуды да 45% ғып аламын. Неге? Себебі 5% сіз артық жеп қойыңыз мүмкін. Сондықтан ол энергиямен кетіп қалатын болғандықтан 2116-ны көбейтемін 0,45-ке. Мен сізден күнделік көмірсуды 45% алып отырмын. 0,45. Сонда бізде 952-де 2 килокалория шығады. Енді осыны граммға айналдырамыз. Бөлеміз 4-ке. Сонда 238-де 0,5 грамм көмірсу кетеді. Сонымен сізге арықтау үшін 79-да 5 грамм, 79-да 35 грамм белок керек. 70-де 5 грамм май керек.
және 238-де 0,5 грамм 238-де 0,5 грамм көмір су керек. Және 2116 килокалория жеуіңіз қажет.